Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ауыз ашарға жеңіл, өте дәмді, әрі үйдегі бар заттармен жасалатын тағам дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, сіз де жасап көріңіз. Тартылған етіміздің үстінен ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Және үккіштен өткізілген асқабағымызды саламыз. Дәміне қарай тұз бұрыш саламыз. Bir жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Дайын массамыздан осылай қолмен домалақ қылып, тефтелі жасап аламыз. Тефтелилерімізді пісіру үшін подлив дайындаймыз. Табағымызға кішкене май салып, пиязымызды салып, қуырып аламыз. Тефтелилеріміздің подливасы қою болу үшін бір ас қасық ұн салып, осылай араластырып, қуырып жібереміз. Одан кейін бір ас қасық томат пастасын салып, тағы да 1-2 минуттай қуырамыз. Ендігі кезекте қайнаған су құямыз. Отымыздың астын баяулатып 5 минуттай қайнатып аламыз. Осы 5 минут аралығында подливамыз кішкене қоюланады. Подливкамыздың үстінен дәміне қарай тұз бұрыш себеміз және араластырып жібереміз. Ендігі кезекте дайын тефтелилерімізді орналастырып шығамыз. Тефтелилерімізді орналастырып болғаннан кейін баяу отта 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Тағамымызға гарнир ретінде осындай дайын лапша қолдандым. Араластырып отырып, кішкене тұз салып пісіріп аламыз. Мінекей ауыз ашарға арналған өте жеңіл дәмді тағамымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.